Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Баршаларыңызды жаңа 2024 жылмен шын жүректен құттықтаймыз. Осы жыл әрбір жанға ерекше бақытқа толы сәттерді әкелсін. 2024 жылдың қонағы өте ерекше жан. Иә, мөлдір дұрыс айтасың. Жалпы бұл сөзіммен толықтай келісемін. 8 қырлы бір сырлы, өз кіші отанының тарихын айқын білетін, отансүйгіштігі басқа адамдарға үлгі болатын ауданымыздың өлкетанушысы Шакарманов Төлеген Пішенбайұлы. Төлеген Пішенбайұлы, біздің шақыруымызды қабыл алып, бүгінгі подкастымызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет шақырғандарыңызға. Төлеген мырза, жалпы қал жағдайыңыз қалай, бүгінгі күніңіз қалай басталды, ауданға қалай жеттіңіз? Өте жақсы жеттім, бәрі тамаша, күннің көзі де тамаша, жол да жақсы, аман-есен жеттік, жақсы. Біздің оқырмандарға өзіңіз туралы, жалпы еңбек жолыңыз туралы айтып кетсеңіз. Аздап айтып кетейік. Мен енді осы ауданның тумасымын. Осы ауданда тудым. 1958 жылы Шоқтал ауылында дүниеге келдім. Енді әр адамның өзінің отаны болады ғой. Бірінші отаны туған жері, жанұясы. Одан кейін ол кезде енді біз Совет үкіметінің адамы болғасын қалыптасып кетті. Енді әкімшілік, аудан, біздің осы Аққулы өңірі, одан Павлодар облысы, біздің егеменді еліміз, Қазақстанымыз 70 жыл аңсаған. Мәңгілік болсын деп тілейміз. Бала кездегі арманымыз осы. Осы ауданда туып өстім, осы ауданда оқыдым, мектеп бітірдім, ел қатарлы. Одан әскер қатарында болдым, әскерден оқуға түстік. Семейдің Малдәрігерлік институтын 5 жыл оқып, тамам қып, оқу бітіргеннен кейін өз ауылға, елге қайтып келдік. Ол кезде енді мал шаруашылығы, сол мал шаруашылығында жұмыс істедім. Мынау егеменді ел алғанша. Осы елде енді біздің енді өміріміз, жұмыс, туған жер барлығы біздің табиғатқа бірдей ұштасып жатады. Алғашқы мамандығым мал шаруашылығы болғасын, малға шүйгін жер, су, отты жер, сондай жайлы жерді іздейміз. Сонда оның тарихын білу керек, жердің, оның мағынасын білу керек, мал жайылымына құнды, ертең жақсы өнім беретін. Сондықтан тарихын зерттеп, бұрынғы ескі көз ақсақалдардан жерден сулы, нулы орман, сондай жерлерді іздеп, ақылдасып сұрап, сөйтіп жүрдік елмен бірге. Тарихын да білдік. Енді негізінде әрбір адамның өзінің міндеті ғой. Дүниеге шырылдап келгенде туасың, сол кіндік қаның тамған жерде ыстық көрінеді. Кейін оның үстіне есейе келе, оқи келе, маңайды тану білу керек. Қай жерде тудым, қайдан шықтым, менің елім қай ел, недей байлығы бар, табиғаты қандай деп өз ойым енді. Сөйтіп өстік бала кезден. Содан тани бастадық елмен бірге. Біздің енді балалық шағымызда ол кезде елде үлкен ақсақалдар болды. Қазақтың салт дәстүрі, мәдениеті сақталған, елдің жалғыз ақсақалдар емес, бәйбішелер бәрі. Қазақ ауылында өстік. Сол кезде бала кезімізден бізді мынандай тәрбиелейтін, анамыз жетектеп апарып, ақсақалдар ортасына апаратын. Сонда мынау батырлар жыры, елдің тарихы, бұрын өткені, қазақтың салт дәстүрі, соны біз құлаққа сіңіріп өстік. Сондай бір ғажап заман еді бала кезімізде. Соны бәрін көріп өстік, құлаққа сіңдірдік, көзімізбен көрді. Сосын енді кейін міне қызметке келдік, елдің патриоттық, әр елдің өзі патриот болуға тырысамыз ғой. Елдің мүмкіншілігін көріп, тарихын біле бастадық. Қолымыздан келгенше Совет үкіметі болды. Ол кезде де адалдыққа, дұрыстыққа жұмыс істеуге тырыстық. Мал шаруашылығын көтеруге ат салыстық, жұмыс істеп. Сол кезде енді бізде ұлтымыз қазақ болғасын, намысымызды жібермеу керек, тілімізді, мәдениетімізді сақтау керек. Соған мен қолымыздан келгенше күш салдық осы заманға, уақытқа дейін.
кейін елдің табиғатын білдік, тарихын білдік. Енді қарап тұрсам, кейін мынау адамның ақыл ойы кішкене кеңейеді білсем, біздің аудан қарап тұрсам, ешқай жерден ешқандай кемшілігі жоқ екен. Мынау қазақтың басында не түрлі зобалаңдар өтті ғой. Бізді айтады ғой енді, мың өліп, мың тірілген қазақ деп. Біз мәңгілік өлмейміз ешқашан деп. Сол қазақтан басынан өткен зобалаңды бәрін біз өткен екенбіз. Біздің осы аудан бай еліміз, былай қарап тұрсақ табиғаты. Енді географиялық жағдайына қарағанда бізде табиғи байлықтың бәрі бар. Мынау қазақтың күре тамыры дейді, қар ертіс. Сонау Алтай өңірінен бастап Омбыға дейін құяды, ертісіміз ағып жатыр. Мына жағымыз далалық аймақ кездеседі. Одан мынау ана жақ менің тұратын жерім Қарағайлы орман түгел бар. Қалай ұштасып жатқан Алланың берген байлық екен. Бізде мал шаруашылығында дамытуға болады, егінді де дамытуға болады. Мынау суармалы жерлер міне қазір енді қолға алып жатыр ғой. Оны да дамытуға болады. Барлық мүмкіншіліктер бар екен. Және сол зобалаң кезінде біздің бабаларымыз осы елді сақтап қорғап қалған екен. Сондай негізгі тұлғадар өткен екен заманында. Анау биыл Ақтабан Шұбырынды Алқакөл Исламы уақиғасының 300 жылдық екен. Сол қалмақпен біз 300 жыл соғысыппыз. Осы елде қалмақтардан тазартып біздің бабаларымыз неше түрлі батырлар, тарихи тұлғадар бізден де өткен екен. Бізде көбінесе енді кітапта, тарихта, программада берілген біздің енді брендіміз, ол да біздің мақтанышымыз, қазақтың бүкіл Павлодар облысы Баянауыл. Баянауылдың әрбір тасы, әрбір тауы тарих жатқан, үңіле берсек. Ол дұрыс. Біз Баянды ғана деп ойладық, Баянауыл өлкесі деп. Сөйтсек, біздің елде одан ешқандай кемшілігі жоқ. Мен енді осы бертін бірыңғай өлкетанумен айналыса бастағанда көзім жетті. Омскінің архивін, Семейдің архивін және тарихтарды қозғап қарасақ, небір тұлғадар біздің елден де шыққан екен. Енді осы елден шыққаннан кейін біздің мақсатымыз өзіміздің тарихи тұлғадарды алға тартып шығару керек. Сол мысалы қалмақ қырылған заманда Алқакөл Исламы уақиғасында мысалы біздің батырлар өткен. Осы жерде қалмақтарды тазартып Әйтей батыр деп, міне мына жерде көрші ауыл, Әйтей батырдың ұрпақтары, Әйтей батыр деген тұлға болған заманда. Енді өкінішке қарай бізде мысалы батырлардың көбін Абылай ханның тұсындағы Бөгенбай, Қабанбай, Жәнібек батыр, Олжабай батырлар аталады. Анау Тәуке ханның тұсындағы батырлар әлі толық зерттелмей жатыр. Сол 16 ғасырдың кезінде Әйтей батырдың ұрпақтары осы елге кеп, ертістің ар жағынан бер қарай өтіп, қалмақтарды тазартып, солай Алтай өңіріне дейін қуып салған екен. Есенгелді батыр, Зомбы батыр дейді, қазір ол кісінің Зомбы сөресі деген жер бар. Шарбақты ауылдық округінің ар жағында Төсағашпен екі ортада. Абылай ханның сүйікті батыры болған, ол кісіні арулап Түркістанға апарып жерлеген екен. Енді ол да тарихи тұлғамен енді көрдіңіздер. Содан кейін Өтеген батыр деген болған, уақ. Мына жерде Қарағай елінде Алтоба деген жер бар. Сол жерде Оба деген қалмақтардың қырылған, қалмақтардың зираты. Сол жерде қалмақтармен кездесіп, біздің батырлар қырып салып, жеңіп, қуып шыққан. Құттыбай батыр, Өтеген батыр, Тұран батыр, Өтебай батыр, уақтың батырлары. Мен Бәсентин, Арғын, Бәсентиннен тараған ұрпақтар бірігіп тізе қосып отырып, осы Қарағайдың ішінен қалмақтарды Алтай тауы дейді, Алтай өңірі дейді, соны ары қарай Алтайдан асырып қуып салған. Соның ұрпақтар қазір өсіп, өніп отырмыз ғой. Кейін енді бертін келе, енді неше түрлі зобалаңды көргеннен кейін, мынау 30-шы жылдарға Совет үкіметі орнады ғой. Сол кезде біздің бабаларымыз қуғын сүргін көрген екен. Мынау Семей рухани астана деп айтады ғой, бүкіл қазақтың, Алашорданың астанасы деп. Сонда Әлихан Бөкейхановпен, Ахмет Байтұрсыновпен біздің елдің азаматтары тізе қосып, 28-30 жылдары Сағыбет үкіметіне қарсы шығып, осы жерде Алашорда үкіметін құрамыз деген азаматтар өткен екен. Соның бірде-бір тұлғасы енді Омар деген болған екен. Кенебай Омар, Нүрекенов Омар деген.
сол кісі бел шешіп әскер құрып Ақтұмсық деген жер бар, Шақа ауылдық округінің қасында. Сол жерде Ақтұмсық айқасы дейді. Сол қиян кескі сол жерде соғыс ашып берілмей жеке егемендігімізді сақтаймыз деп Алашорда партиясы соған біздің бабаларымыз бірге ат салысып қатысқан екен. Соны былтыр мынау Шарбақты округінде басын көтердік. Мұқошқы деген бай болған, болыс болған, сол жерде 6 кісіні мынау Қысылдың әскерлері атып тастайды. Сол Алашордашылар. Содан мына жерде Бесқарағайдың қасында Бос-Бос деген жерде қиян кескі соғыс болады, соларға қарысып 200 адамды пулеметпен атып тастайды. Алашордаға қарсы шыққан осы елдің азаматтары. Сол Жанайдың Айдарханы дейді. Ол кісінің баласы Айдархан. Мында ескерткіштер тұр ғой, аллеясы, батырлар аллеясы. Соны сол кісінің баласы бір анау герой соцтруда Леногорск металлург тұр. Соның ұрпақтары, міне қалған ұрпақтар біздің өзіміздің киелі адамымыз Мерғалым ата сынықшы, сол кісілердің ұрпақтары. Сондай мықты азаматтар заманында өткен екен. Жалпы аға, қазіргі уақытта өзіңіз немен айналысып жүрсіз? Қазіргі уақытта енді зейнеткермін. Зейнетке шыққаныма 3 жыл болды. Бірақ елдің арасында жұмыс істеп үйренгеннен кейін елдің тарихын білгесін, әлеуметтік жағдайын болғаннан кейін биылғы жылы депутаттыққа, аудандық мәслихаттың депутаттығына кандидатқа өзім ұсынып, Құдайға шүкір халық қолдап, сол депутаттыққа өттім. Қазір осы ауданның, Аққұл ауданның мәслихат депутатымын. Енді әлеуметтік жұмыстарға, депутаттық жұмыстарға атсалсам. Енді сонымен қатар, енді әр адамның хоббиі дейді ғой үйде. Енді мал шаруашылығымен айналсам, өзім жеке мал шаруашылығымен. Сосын мынау ағаш өнерімен бізден атадан бабаға келе жатқан шеберлік бардың ағаш. Сондай мықты болып кетпесем де, бос уақытында ағаш шеберлігімен айналсам. Мынау баланың бесігін істеп, содан кейін ат шана дейді, атқа жегетін шана, содан кейін мынау астау, ет астауы, тостаған, сол бос уақыттарымда соларды мен айналсам, енді аздап уақытым болғанда. Енді уақыттың бәрі тығыз, шаруашылықпен айналысқаннан кейін. Онымен қатар спорт шеберімін. Күрестен, самбо деген күрестен спорт шебері, Совет одағының институтта студент болып оқып жүрген кезде сол күрестің кружогына қатысқам. Мынау қазақ күресі, соның спорт шеберімен 2 түрден Қазақстанның чемпионы болдым. Енді сол әдетке қанға сіңіп кеткен нәрсе, енді бізде ветерандар арасындағы спорттық жарыстар бар, облыстық, республикалық. Соны бос уақытында спортпен айналсам, сол онды қалтырмай жүрміз. Былтырғы жылы 23 жылға облыс чемпионы болдым. Содан кішкене денсаулығыма келмей, республикалық лицензия алғам, әлемдік чемпионаттарға қатыса алмай қалдым. Биыл Құдай бұйыртса, енді мүмкін сол дәрежелерді қайталайын ба деген ой бар. Жақсы. Сіз біздің ауданымыздың, оның ішінде Шақа ауылдық округінің тарихын жақсы білесіз. Осы өңірдегі сакралды жерлер туралы айтып кетсеңіз. Енді тартысу ғой, біз сондай түгелін жақсы білем деп айта алмаймын. Енді осы салада айналысқаннан кейін, сол жерде қызмет істедім, сол жерде әкім болдым, сол жерде орман шаруашылығында директорлық қызметті атқардым. Енді әр табиғатты қорғау ғой біздің мақсатымыз. Енді оның алдында мал шаруашылығында айттым ғой, сол қызығушылықтар туындап, кейін мынау сакралдық жерлерді рухани жаңғыру басталғанда бұрыннан білетіміз, енді айтып атадан балаға естіп жүрген кезіміз заман. Сонда мынау киелі жерлер, қандай, тарихи орындар, сон мынау Павлодарда археологтармен бірігіп тізе қосып жұмыс істеп, облыстық өлкетанушылармен тізе қосып жұмыс істеп, осыны біздің елде Сарбайбіше деген жаурыншы, соның қазір енді сакралдық жерге жатады. Сол кісінің қазір Павлодардан уақыттар ассоциациясы дейді, сол кісілер көмектесіп, ел көп көмектесіп, кесенесін салуда ойымызда бар, бастадық енді. Ол кісі жаурынға қарап, мынау жаудың келе жатқан қай жер киелі жер, мынау сыр бойы дейді, сыр бойы деген Сарыарқа бойынан жаурынға қарап, мынау
осындай Қарағай елінде осындай бір жер бар екен, киелі, менің ұрпағым өседі, өнеді екен деп, сол жерге жауырынға қарап келген деп Сарыбай. Соның тарихын зерттеп қазір жетіп жатырмыз. Ар жағында Шоғыман қожа деген, енді ол кішірек. Мынау біздің жерде енді Мерғалым ата сынықшы, оны көзімізбен көрдік. Ол кісінің алдынан мен өзім талай барып, шипасын қабылдадық. Шипасы осы уақытқа дейін міне сол ылғалсыз, ештеңесіз сол кісінің көмегімен міне осы уақытқа дейін денсаулығымыз жақсы. Оны 2017 жылы мына халықаралық өлкетанушылар форумы болды. Сонда ол кісі мынау Мерғалым ата, ар жағында Уақит Қазірет, Темірғалы, Сарыбайбіше біздің өлкеге жатады. Анау Темірғалы мен Уақит Қазірет Шарбақтауына жатқанмен біз бір өлке ғой. Соны мына Атырау қаласында Сарайшық деген ескі қорған, қазақтың бұрынғы астанасы. Сол жерде өтті конференция. Сонда біздің осыны қорғадық. Осындай жерлер бар біздің елде, сакралдық жерлерге байланысты жатады деп. Енді Құдайға шүкір, қазір облыстық, республикалық дәрежеде сакралдық жерлерге қалды. Әлде енді ашылмаған тұстары жеткілікті. Енді бұлай негізіге қараса, біз көбінесе бертінгі советтік психологиядамыз ғой, сонымен бертінгі жағынан қараймыз. Енді әріне қарай үңілсек, сонау бұдан 4000-5000 жыл бұрын қимақ заманынан осы жерде қимақтар тұрған, оғыздар, Hun империясы кезінде ол қалыптасқан екен. Біз енді соның ұрпақтарымыз ғой. Мысалы, оғыздан уақыттар тарап кетеді, Ғұннан қазіргі арғын бәсентиндер тарап кетеді. Біздің ата-бабадарымыз Оп пен Ертістің ортасын, соны тұрғылықты негізгі соғыстар екен. Соның қазір ескі қалашықтардың орны, қазба жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қарағайдың ішінде әлі ашылған, ашылмаған сырлар деген толып жатыр. Ана жалғыз біз жетпейміз, кейінгі сіздер, кейінгі ұрпақтарда зерттеуге болады. Неше түрлі қыш тастар, анау айтады ғой, анау заманына қарай алғашқы қауымдық құрылыс, одан кейін қимақ заманы, бронзовый эпоха дейді, сосын металлургия, солай кетеді ғой. Соның бәрі, соны кішкентай орысша айтқанда домна пеш дейді ғой. Сол бізде де бар екен, сондай алтын шығаратын, күміс шығаратын, қола шығаратын, қыштар шығаратын сондайдың орындарын біз таптық. Мынау атақты археолог Мерс Виктор Карлуш деген археолог бар. Бізді Павлодар облысында әйгілі. Ол кісі Қазақстанға, шетелге де әйгілі. Сол кісімен тізе қосып Қарағай елінде ол кісі өзі таңғалды. Біз енді мен шалдардан, елден өзім зерттеген бойынша көрсетіп мына жерлерді деп. Ол кісі археолог жұмыстары жүргізді. Сонда сол қазір зерттелмеген жерлер толып жатыр екен. Бұлай белгілеп қойдық. Енді әлі содарды ары қарай әлі зерттеу керек. Киелі орындар әлі толып жатыр. Мысалы, Малыбай көлі дейді. Мынау біздің мына жерде бос-бос, қазіргі мына әсіресе зерттеп жатқан жеріміз бүгінгі күні талап несіне қарай. Бізде мына қазір Қызылқоғам, Ескі Ямышева дейді ғой. Мынау Орыс империясы Петр I қазақ даласын жаулау мақсатымен отарлау саясатын жүргізеді ғой. Сонда сол бәленбай ғасыр бұрын сол ең алғашқы Бухульт деген экспедиция швед соны жібереді, мына Омск арқылы. Сол ең алғашқы отарлау саясатын біздің сол Емші, қазақша аты Емші қаласы, Емші крепсі, қорғаны дейді. Сол жерге кеп тоқтап, сол жерлерге о жерлер туын тігіп, содан бастаған екен. Бізден кейін Семей, ары қарай анау Өскемен, солай қарай кеткен. Негізі бүкіл қазақ даласын отарлау саясатын мына Емші қаласынан бастаған екен. Ар жағынан анау Құлынды даласы дейді, ол Құланды даласы, мына жер су аттары бұрынғы қазақша аттар. Одан кейін қалмақ шапқыншылығында қалмақтар алып қояды. Одан қайта біз өзіміз тартып аламыз. Бертінгі уақытқа дейін мына біздің ендігі негізгі мақсатымыз біздің ауданның атын шығаратын, тарихи не шығаратын. Осы біз мына қазір осыны зерттеп, соны
бүкіл мемлекетке, шет елге атын шығарсақ па деген ойымыз бар, өлкетанушылар. Сол жуырда мына региональный дейді, өлкелік Петропавл, біздің Павлодар, Көкшетау, Өскемен, Семейден келіп конференция өтті мына ПГУ университетінде, Торай қырбатында. Сонда ғалымдар келді, сонда жиналып бас қостық, сонда дәлелдеп мен өзім ұсыныс жасадым. Біздің ауданда осында Емші деген қала, жаңағы ана жігіт сонда тұрады, Руслан, ол тарихшы екен. Ол көп нәрседер, тарихи деректерді жинап үйіп қойыпты, айтпайды. Ол карамат. Енді біз қазір зерттеліп жатырмыз. Жаңа екеуміздің әңгімеміз біткен жоқ, талай жолығамыз. Енді біздің болашақтағы мақсатымыз қазір сол мына ескі Ямышеваны, мына қазақтың астанасы болған ода кезінде. Енді қазақ деп айтпайды ол кезде. Оның қимақ заманында, сол кезде ол кезде астана болған екен. Көрдіңіз? Біз сол орталық болған екен. Соны біз қазір тарихқа шығарсақ, біздің тарихымыз біздің аудандыққа тек бұрқ ете түсейін деп отыр. Иә, рахмет. Енді Алла жазса, енді ойымыз, мақсатымыз сол. Соны дәлелдей алсақ, бұрын ғалымдар бұны зерттемеді де болмады. Енді менің де мамандығым мал шаруашылығы, шаруашылық. Бертін қана көзімізді ашып іздестіре бастадық. Тарихшы емеспіз, ғалым емеспіз. Соны ғалымдар зерттегенде, анау енді қазір ғалымдарды қосып жатырмыз. Академиктер, тарихшылар бәрі қосылып жатыр. Омскіден келді. Соны қазір зерттеп жатырмыз енді. Болашақта соны мәртебесін өсіріп, соны алып шықсақ, сол жерге музей ашсақ, баяғы. Сіздер көмектесіңіздер, сіздер де атсалысыңыздар. Біз соның ұрпағымыз. Сол ойым. Иә. Жақсы. Жалпы Төлеген мырза, негізі мен де осы Шақа ауылдық округінің тумасымын. Жалпы Бәйімбетте өскен болатынмын. Негізі мысалға осы Шоқталдан жаңағы Бәйімбетке барар жолда Сары бәйбішенің несі бар, иә, жерленген жері бар. Жалпы енді біз, мен сол жерде тусам да, осы Сары бәйбіше жайлы ақпарат негізі біле бермейді екенмін. Негізі тек қана енді бізге айтатын жаңа жолда өтіп бара жатқан кезде зираттан өтіп бара жатырмыз, жаңағыдай, иә, дұға жасаңдар деп тек дұға жасап өтеміз де, нақты ол жерде біз енді кім жерленген, не жерленген білмейтін тек осы қателеспесем бертіндері, иә, ол кісінің жаңағы осы зираттың манатында не құрылып, кішігірім бір енді кесене емес, бірақ та зираттың жалын, жалпы нелер туристер келген кезде кіріп жаңағындай көретіндей бір жағдай жасалған екен. Жалпы осы Сары бәйбіше жайлы кішкене толығырақ айтып кетсеңіз, бұл қайдан пайда болған, жалпы соған қатысты аңыздар бар ма? Енді аңыздар бар. Ол кісі мына уақыттың ішінде Жансары тармағынан, Жансарыдан тарайды. Ол кісі жаңа айттым ғой, сол мына Ақтабан шұбырынды уақиғасына байланысты. Мына бүкіл қазақтың даласын қалмақтар бізді ығыстырып тастады ғой. Сонда біздің ата-бабаларымыз осы мына Сарыарқа арқылы Түркістаннан бері қарай қалмақтарды тазартып отырып, Қорғалжын дейді, Ақмола ауылы сол жағын, сосын Баянауылды кеп қоныстайды, Ертістің ар жағын, содан мына Ертістің бер жағына өтіп тазартады. Сол кезде жаңа Сары бәйбішеде өте табиғаттың берген күші, ол кісі кие қонған, қасиет қонған дейді, енді қойдың жауырына қарап болашақты болжаған. Мына аттың басы, арбам қай жерге барып тоқтайды, сол жерге тоқтайды, сол жерде киелі орын, ұрпағым өсет, өнет, деп сөйткен. Содан арбаны атсыз жүргізіп келген. Сол жерге ана жаңа Құлатай деген жерде Бәйімбет пен Шоқталдың ортасында сол жерге келіп тоқтайды. Сосын сол жерге ауыл салады, ел, ұрпағы өсет. Сол жерге келіп тоқтап атқан кезде бір аңызын қалмақтар келіп қалады. Сол кезде ер азаматтарға айтады, мына қарағайдың ішіне кіріңдер, соғыспаңдар, босқа қан төгіп қайтесіңдер дейді. Сосын өзі қалады, мен анадарды өзім қайтарам дейді. Сары бәйбіше өзі қалып қояды. Қалмақтың әскері кеп найзамен түртіп, ана кісінің жүктерін бәрін аударып, шашып, өзіне тиісіп, сөйтіп әлек қалады. Сосын мына кісі үндемей жүгін бәрін жинайды, арбаға отырады, атсыз жүргізіп ала жөнеледі ғой. Сонда анадар шошып кетеді. Ана әскер бастайды, ай тоқтаңдар, тиіспеңдер, мынаған тиіссек бәріміз құраймыз қазір, осы соқтықпаңдар деп. Қайта жүгін бәрін жинап, орнына қойып беріп, кешірім сұрап, қайтып кетеді. Көрдіңіз, ана кісінің. Содан аман есен елді де аман алып қалады, өзі де аман, жерде сөйтіп қалған екен. Бұл енді біз ел аузынан естігеніміз. Негізі енді қызым оны дұрыс айтып отырсың, ол жерді біз енді бала кезден үлкен ақсақалдардан естіп өстік, білеміз. Совет үкіметі кезінде айтуға болмайды.
бала кезімізде дұға жасайтынбыз. Сосын бертін сол жерде ана мал қорасы болды, Зайымке дейді, Мүлік деген, Нұрғалиев Мүлік деген ақсақал сол жерде Зайымкеде мал бақты. Сосын ол кісі күнде көреді, түнде мынау от жанып тұрады, шырақ. Содан кейін келге келеді де, елге келіп айтады, Бәйімбетте онда Нұрмағамбет деген ақсақал тұратын. Кейін Биқанның әкесі, Биқанды естіген шығарсың, Шақада деген соны. Сол кісіден сұрайды, соны айтады, ай, ол жерде Сарбәйбіше киелі адам, сен тиіспе, өзің жынданып кетесің соқтықпа дейді. Соны тиіспейді. А негізі бізді ол жерге жақын бала кезімізде бізді қызық көріп барайық десек, бізді жақындатпады үлкендер. Ертең киелі жер жақындамаңдар деп. Құран дұға оқитынбыз. Сондай шырақ жанып тұратын кісілер көретін, солай болатын ол. Иә. Сөйтетін, ол кісінің қасиеті сондай. Сосын ол кісінің ұрпағы болды, бертінге дейін. Бәтіш деген апа болды, Майғарайда тұрды, бертін 80-ге келіп қайтыс болды. Ол кісінің емін қолдандық, балаларды үшкіріп емдеп жібереді, жүгіріп кететіміз. Оны талай көрдік, ол сондай. Оның ұрпақтары көп, Бәйімбетте де тұрды. Ол кісінің ұрпақтары. Аха, жақсы. Бәсентин әйти батыр шешіресі кітабының құрастырушыларының бірісіз. Жалпы кітапқа ақпарат іздеу барысы қиынға соқты ма? Ол өте қиынға соқты. Бұрынғы ақсақалдар азайып кетті біліп, оңысіне бәрі жан жақта, бір шеті Ресейде, бір шеті енді Қазақстанның басқа қалаларында, бәріне мен 5 жыл жинадым, жүрдім. Жай ойладым, жалпыладым, ол кезде көлігімде онша болмады. Соны жүріп, сөйтіп Семей облысында анау қызық болғанда Найманның да Тәуке деген тармағы бар екен. Сосын ол аттас адамдар толып отыр ғой енді. Олар ол басқа екен. Мысалы, оларды босқа зерттеппіз. Өскеменде бар екен. Біз сол айтейден біз Наурыз, мен сол Наурыз тармағын 4 тармақтың Тәуке, 4 сары деген ошы 3 тармағы тұр. Осыларды іздеп жинап сөйттік. Соны оңайға тиген жоқ, оның бәрін зерттеу. Әлде ол шежіре дегенің 100% мәңгі болмайды. Кейінгі ұрпақтың балалары мен қайдан білем? Біле алмаймын. Содан кейін апасында да ападар жақсы жинайды ғой. Ол кісіден де кейбір деректерді алдым. Апаңның кітаптарының арасында бар екен. Соны біз жинадық. Төлеген мырза, жалпы кітапхананың оқырмандарына, YouTube желісіндегі көрермендерге айтар тілегіңіз болса? Енді айтатын тілегім, осылай сыйлап шақырып, елдің тарихын біліп, осыны ақылдасып пікірлескендеріңізге өте рахмет сіздерге. Біздің міндетіміз болашақ ұрпаққа білгенімізді айтып жеткізу керек қой, елдің тарихын бәрін. Соны бірігіп, соны кейінгі ұрпақтарға жеткізуіміз керек. Сондықтан сыйлап шақырып білгендеріңізге, бәрін сіздерге, сіздің осы ұйымға, басшыларыңызға бәріне рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің не әңгіме подкаст жобамыз өз мәресіне жетті. Төлеген мырза, сізге осындай сүбегейлі сұхбатыңыз үшін шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Жалпы сіз де елін, жерін ойлайтын, оның дамуына барынша үлесін қосатын, осындай біздің аға буынымыздың барына жас ұрпақпыз, шын жүректен қуаныштымыз. Ал құрметті көрермендер, келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Jamal and Ganja. Не